Башкиров Михаил Владимирович, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің электрмен жабдықтау және жаңартылатын энергия көздері кафедрасының доценті. 1951 жылдың 15 тамызында Алматы қаласында өмірге келген. 12 ғылыми еңбек жариялаған, оқу үздігі және құрметті энергетик. Сондай-ақ Гойл жоспарының 100 жылдығы марапатымен марапатталған. Началась цифровизация энергетики в Казахстане. Ағымдағы жылдан бастап Қазақстанда сандық жүйеге көшіру басталды. Ол ең басында электроэнергиясының автоматтандырылған коммерциялық есебінен бастау алды. Бұл дегеніміз сандық есептеуіш, яғни электроэнергиясын тұтыну бойынша ақпаратты қашықтықтан беру үшін қажет. Осы жерден релелік қорғанысты цифрландыру басталады. Ескі механикалық базада байланыстар, байламдар мен пластиналар болған. Оның заманы өтті. Енді релелік қорғаныс терминалдары келді. Екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Заманауи релелік маман бұл IT маманы. Себебі ол реледегі байланыста болатын тістеуікпен жұмыс жасамайды. Ол сандық жүйедегі терминал, яғни процессормен және бағдарламалармен жұмыс істейді. Эту цифровую энергетику уже для бакалавров даем, чтобы они, приходя на работу, Қазір сандық жүйедегі энергетиканы бакалаврда оқытудамыз. Өз кезегінде студенттерден мықты маман даярлауды көздедік. Біздің тұтынушылар да осыны күтеді. Себебі барлығын бақылап отырамыз және мамандар мен зертханалық базаның жоғары деңгейде болуын қамтамасыз етеміз. Скейданың әлі де толықтырылуы қажет тұстары бар. Әлбетте оларды оқу үдерісінің барысында енгізетін боламыз. Сандық жүйеге көшіру бойынша дәл осы электроэнергетикасы қуатты қарқын алды. Барлық таратылатын ақпараттар ендігәрі компьютерлік желімен жүреді. Біздің болашаққа жасақтаған сандық жүйедегі қосалқы станцияларымыз бар. Бұл тек қазіргі жағдайдағы көрініс және жаңа станциялардың құрылысы әлі де жалғасып келеді. Айта кетерлігі, жаңа станцияларға ескі қорғаныс қойылмайды. Жаңаларында тек заманауи жабдықтар ғана орнатылады. Ал егер энергетикадағы болашақты сөз қылатын болсақ, әрине ол сандық жүйе бойынша болады. Тіпті қосалқы станция деген сөздің өзі электр қосалқы станциясы дегенге келмейді. Ол ресми түрде цифрлық қосалқы станциясы деп аталады. Подстанция, она не просто электрическая подстанция, она цифровая, это официальное уже название.